Құрметті оқырмандар, бүгін сіздердің назарларыңызға өнердің патшайымы, нағыз сахна саңлағы, Кеңестік социалистік республикалар одағының халық артисі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ұлағатты ұстаз, профессор Шолпан Жандарбекованың биыл туғанына 100 жыл толуына орай өмірі мен шығармашылығына арналған қазақ сахнасының Шолпан атты дауыстап оқу сағатын ұсынамыз. Шолпан Исабекқызы Жандарбекова 1922 жылдың 1 қаңтарында Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Майбұлақ ауылында дүниеге келді. Тағдыр талқысын ерте көрген ол ерте есейеді. Сергек те сезімтал болып өседі. Олар тұратын ауылға көшпелі цирк келіп, аяқ астынан ауырып қалған әртістің орнына кішкене көлбаққа рөлін сомдау үшін ауыл балаларының арасынан еті тірі, ойы ұшқыр Шолпанды таңдайды. Бұл болашақ сахна жұлдызының өнер атты құдіретті әлемге алғаш сапары еді. 7-ші сыныпты бітірген жылы ауылдарына Алматыдан театр көркемсурет училищесінен өкіл келіп, оқуға шақырылғандардың арасында Шолпан да бар еді. Осы училищені 1942 жылы ал кейініректе Құрманғазы атындағы өнер консерваториясын бітірді. Училищені бітірер жылы ұстазы Асқар Тоқпанов оны Қазақ мемлекеттік драма театрының режиссері Моисей Исааковичке ертіп келеді. Жас актриса сахнаға алғаш рет Мұхтар Әуезовтің «Сың сағатты» драмасындағы 13 жасар бала Рәш рөлімен шығады. Ол ойынына ұлы жазушы жақсы пікірін білдіреді. Өнер жолын осылайша бастаған Шолпан Жандарбекова осы сахнада өмірінің соңына дейін үзіліссіз еңбек етті. Қазақ театрының алғашқы Самараток Сары алтын корифейлерімен әріптес бола, олардан тағылым ала білген актриса талантының ерекше жарқыраған тұсы өткен ғасырдың 50-ші, 60-ші, 70-ші жылдары қара шаңырақта қойылған ұлттық, әлемдік классика, заманауи драматургия шығармаларының көпшілігінде басты рөлдерде ойнады. Ал шығармашылығын біртұтас қарастырғанда ол қазақ қыздарының сан қырлы бейнелер галереясын жасады деу керек. Айталық ұлттық классика мен заманауи драматургияда Мұхтар Әуезовтің еңлік кебегінде еңлік, Қара қыпшақ қобыландыда Құртқа, Абай трагедиясында Тоғжан, Айман Шолпанында Шолпан, Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтотысында Ақтоты, Қозы көрпеш Баян сұлуында Баян, Сәбит Мұқановтың Шоқан Уәлихановында Зейнеп, Шахмет Құсайыновтың Алдар көсесінде Қарашаш, Тахауи Ақтановтың Боранында Жаңыл, Антында Фатима ханым, Сәкен Жүнісовтың Ажар мен Ажалында Ажар, Шыңғыс Айтматовтың Ақ кемесінде Бекей, Мұқағали Мақатаевтың Қош бол махаббатында Әже, Бекен Римановтың Қос мұңлығында Гүлбарам, Фларит Бөлековтың 30 ұлың болғанша комедиясында Бибіхан сияқты сахналық образдарды сомдайды. Ал әлемдік драматургияда Моллердің Сараңында Мариана, Уильям Шекспирдің Отеллосында Дездемона, Ричард Три трагедиясында Королева Елизавета, Назым Хикметтің Фархат шырынында Шырын, Маримотта Кауарудың Шығыстағы бір бейбағында Кей, Марис Метерлингтің Соқырлар символикалық драмасында Соқыр әйел, тағы да басқа көп деген рөлін атауға болады. Көрнекті актриса шығармашылығының алғашқы кезеңінде кейіпкерлерінің табиғатына және ұлттық сахнаның сол кезеңдегі ойын өрнек бағытына орай лирикалық романтикалық сипатта басым болды. Айталық режиссер Штейн театрында Абай спектаклі 1952 жылы мемлекеттік сыйлық алуына орай жазған мақаласында Шолпан Жандарбекова орындаған Тоғжан рөлі есте қаларлықтай әсерлі шыққаны, актрисаның жас, адал жанды нәзік Тоғжанның сезімін жақсы беретіндігіне назар аудартса, актриса орындаған еңлік рөлі туралы сыншы Қуандықов, ажарлы жүзді әсем мүсінді Шолпан көруші кезінде еңлікті ер азаматқа лайық асыл жар бейнесінде көрсетеді. Актриса рөлінде нәзіктік, сыпайы мінез, әйелдік қасиет басымырақ деп жазады. Шолпан Жандарбекованың бұл кезеңдегі рөлдерінің ішінде ерекше аталатыны Ақан сері Ақтоты спектаклінде Шәкен Аймановпен тандемде ойнаған Ақтоты. Шолпанда рөлге қалай болса солай шыға салу деген болмайтын. Трагедиялық рөлді де
комедиялық рөлді де жақсы ойнайтын деп еске алды әріптес құрбысы Хабиба Елебекова. Шолпан Ақтоты той кезінде Жалмұқанға алып келгенде көйлегінің етегін жайып отыра қалатыны бар. Құдды бір оқ тиіп құлаған аққу сияқты еді. Жақсы түстер, сәнді көштер, бәрі ақанды елестетер көз алдымда деп басталатын монологын айтқанда көзінен жас парлап кететін. Актриса атаулы уақытпен бірге өсіп, шеберлік шыңдап отыруы шарт. Шолпан Жандарбекованың 70-ші жылдар белесінен кейінгі шығармашылығы реалистік психологиялық пландағы кейіпкерлермен ерекшеленді. Бұл ретте сахна шеберінің жоғарыда аталған Жаңыл, Королева Елизавета, Бекей, Кей, Зейнеп тағы да басқа кейіпкерлері ойға оралады. Өмір шындығын өнер шартты биігімен өлшей білген актриса комедиялық кейіпкерлерін де типтік деңгейге көтерді. Жалпы алғанда Шолпан Жандарбекова шебер ойыны, табиғи дарынымен, өмірлік өнерлік үлкен тәжірибесімен ұлттық сахна өнерінің өркендеуіне, ұлттық актерлік мектеп көкжиегінің кеңеюіне мол үлес қосты. Шолпан Жандарбекова кино саласында да еңбек етті. Ол абай әндері, махаббат туралы аңыз, дала қызы, жол айрық, қанатты сыйлық, сондай-ақ Ленфильмнің Құнудың ізі тағы да басқа көркем фильмдерге түсіп, қызғалдақты бейнелер жасады. Актриса еңбегінің елеулі бір саласы ұлағатты ұстаздығы. Ол 1968 жылдан бастап 20 шақты жыл бойы Құрманғазы атындағы өнер институтын, кейінірек Темірбек Жүргенов атындағы театр көркем сурет институтында оқытушы болып, сахна шеберлігінен дәріс оқыды. Бірнеше буын шәкірт тәрбиелеп, профессор атанды. Олардың көпшілігі қазір республиканың театрларында табысты өнер көрсетіп жүр. Шолпан Жандарбекова Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, еңбек қызыл ту, отан ордендерімен және ерен еңбек үшін медалімен марапатталған. 2 рет Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы жоғарғы кеңесінің депутаты болып сайланды. Шолпан Жандарбекова Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, еңбек қызыл ту, отан ордендерімен және ерен еңбек үшін медалімен марапатталған. 2 рет Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы жоғарғы кеңесінің депутаты болып сайланды. Жаны сергек, шыншыл, адамгершілігі жоғары жан Шолпан Жандарбекова 14 қыркүйек 2005 жылы 83 жасында дүние салды. Өмірінің соңына дейін белсенді позициясы бар тұлға болды. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Ұзақ жылдар бойы Мұхтар Әуезов театрының кәсіподақ ұйымының төрайымы болып, әсіресе жас буынға көп қамқорлығын көрсетті. Ұлттық кәсіби театрдың, оның ішінде қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі Құрманбек Жандарбековтың өмір өнер серігі болды. 4 бала тәрбиелеп өсіріп, немере шөбере сүйді. Сахнада да, өмірде де әсемдікті, әдемілікті, яғни үйлесім жарасымды ту еткен. Қазақ сахнасында көптеген рөлі, әсіресе Ақтотысымен аңыз болып қалған үлкен шебер, көрнекті актриса, ұлағатты ұстаз Шолпан Жандарбекованың өнері сан ұрпақтың рухани азығы. Жандарбекова Шолпан Исабековна, актриса, народная артистка Казахстана, 1959 и Союза Советских Социалистических Республик, 1928. Лауреат Государственной премии Казахстан, 1980. Родилась в Карагандинской области. В 1942 году окончила Алматинское театральное училище и была принята в труппу Казахского театра драмы. С 1968 года занималась педагогической деятельностью. С 1978 года преподавала предмет мастерство актера в Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенева. Тем самым внесла немалый вклад в дело подготовки будущих артистов театра. Профессор, 1982. Среди лучших ролей актрисы: Раш, Енлік, Куртка, В час испытаний, Енлік Кебек, Қара қыпшақ қобланды, Мұхтара Ауызова, Ақтоқты, Баян, Мақпал, Ақан сері, Ақтоқты, и қозы көрпеш Баян Сұлу Ғабита Мусрепова. Марфуха, Волчонок под шапкой и Сваха приехала Халтая Мухамеджанова. Марианна, Скупой, Жана Батиста Мольера. Дездемона, Елизавета, Отелло и Ричард III,
Уильяма Шекспира, Ширин, Фархат и Ширин, Назым Хикмета, Негина, Кручинина, таланты и поклонники, Без вины виноватые, Александра Островского, Ажар, сильнее смерти, Сакена Жунусова, Шамал, Парторг, Кудаша Мукашева и другие. С 1945 года снималась в кино, с 1968 занималась педагогической деятельностью, награждена 2 орденами Трудового Красного Знамени и орденом ОТАН, снималась в кино, работала с кинорежиссером Шакеном Аймановым. Семья, муж Жандарбеков Курманбек, 1904-1973, актер театра и кино, режиссер, певец, народный артист Казахской ССР, 1936. Дочери Ахтота и Бота, сын Аккоза. В 2013 году в Алмате на доме номер 42 по улице Жамбыла, где жила актриса, в ее честь открыта мемориальная доска. Умерла 14 сентября 2005 года в Алмате, похоронена на Кенсайском кладбище.